Армысыз көрермен, эфирде мен Жұлдыз Жәнібек және жұлдызды жаңалықтар айдары. Бастайық. 7 миллионға жуық оқырмандары бар қазақстандық блогерлер Ерболат пен Самал аяқ астында Нұр-Сұлтан қаласында болған оқиға ортасында қалды. Жанабыловтар отбасы осыдан бірнеше күн бұрын гүл салонының ашылуына орай су жаңа автокөлік ойнатамыз деген жаңалықпен бөліскенді. Адамдардың жиналғаны соншалық желіге тараған видеодан бір қарағанда халық көтеріліске шыққандай көрінеді. Жанабылов Ерболат тергеуге алынып, халықтан кешірім сұрауда. Ал сіздер бұған не дейсіздер? Төменге жазыңыздар. Блин, простите, честно, я извиняюсь, не знаю, блин, ребятушки, кто если смотрит, там дети, там бабушка, люди, народ много, я очень переживаю, поэтому я не знаю, что делать, либо я просто в эфир, может быть, зайду и рандомно перед вами это таки сделаю. Ағы алдында ойнатамыз деу керек. Мына халыққа не болған? На халяву и уксус сладкий дегенді дәлелдеп отыр. Осы Инстаграм желісіндегі ойындарға заң талаптары керек. Блогерлер мазақ қылатын сияқты халық жауапты болсын. Халық аш па? Не болды? Митингке шақырса былай шықпайды ғой? Нұржан, бардың ғой сол жерге кеше? Жарайды, шындығында айта бер, бардың ғой. Кеттік. Мадина Садуақасова мен Олжас Смағұловтың отбасын құрғанына биыл 7 жыл болған. Ерлі-зайыптылар бұл ерекше күнді жанұясымен атап өтуді жөн көрген. Олар Алматы қаласындағы аса қымбат қонақ үйдің 30-шы қабатында орналасқан мейрамханаға барып, көңіл көтерген. Ерлі-зайыптылар жанұялық кештерінің суреттерімен Инстаграм желісінде бөлісіп, барша оқырмандарын қуантқан. Желі қолданушылары ерлі-зайыптылардың мұндай атаулы күнді ұмытпай тойлағанына тәнті болып, оларға өз ақ тілектерін жолдады. Мадина ханым, Олжас мырза, біз де сіздерді құттықтаймыз. Бақытты болыңыздар. Анатолий Цой Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алуға барын салуда. Мен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алуға әбден лайықпын. Ол үшін президентке хат жазам дейді Анатолий Цой. Тіпті осы атақты алу үшін азаматтығын өзгертпегенін айтты. Бұл атақ маған еш нәрсе бермейді. Сонда да алуым керек. Ресейдің азаматтығын алу маған қиын емес, бірақ маған ол керек емес дейді әртіс. Айта кетейік, Анатолий Цой 1989 жылы 28 шілдеде Алматы қаласында дүниеге келді. Хачук Меладзе ресейлік телешоуының жеңімпазы, M-Band тобының бұрынғы солисі. Сен түгіл еліміз үшін қан төгіп кеткендер де ештеңе сұрап алып жатқан жоқ шырағым. Сол жүрген жөнінен сұра атақты. Не еңбек жасады, қайраткер атағын беретін? О, саған не жоқ? Қазақстанда тұрып, Қазақстанға еңбек сіңіру керек. Мен ба? Мұрныма, ерніме қарап жатырмын. Қазіргі кезде бәрін бір сәтте өзгертіп алуға болады ғой? Айжан Байзақова сияқты. Айжан Байзақова демекші, блогер пластикалық отадан кейінгі жаңа мұрнынды көрсетті. Айжан бұған дейінде пластикалық хирургтардың қызметіне жүгінген. Ол мамопластика мен блефаропластикасын жасағаны жасырмайды. Whoa, I'm so pretty and you like that. Пластикалық отадан кейін блогер 2 апта үйден шықпауға мәжбүр болды. Нәтижесін Инстаграм мен TikTok парақшасына салып, оқырмандар блогердің өзгерісін бағалады. Көбісіне өзгеріс ұнаған көрінеді, бірақ кейбіреуі Айжан бұрынғы мұрынмен әлде қайда тартымды болды дейді. Ал, носың құтты болсын. Күшті өзгерістер әкелсін саған. Табиғат сыйлаған мұрның әдемірек болды. Фильмдердегі злодейкаларға ұқсап тұрсын мына мұрынмен. Құрметті көрермен, белсенділік үшін көп рахмет. Алдағы уақытта арнамызда жаңа жобалар шығады. Өткізіп алмау үшін арнамызға жазыл, достарыңмен бөліс, лайк басып, өз ойынды жазып жүр. Сенің ойын өте маңызды. Инстаграм желісінде 6 миллион оқырманы бар қазақстандық блогер, 3 баланың анасы, бизнес-вумен Алия Байтуғаева өзінің 33-ші туған күнін атап өтті. Инстаграмда Алия Супер Мамасита атымен танымал.
туған күніне орай арнайы тематикамен алдын ала фотосессия жасаған. Друзья, сегодня очень важный для меня день. Сегодня мне 33. 33, черт возьми! И я почему-то раньше думала, что 33-летние это, знаете, такие тетки, вот тетки. И вот сейчас я сама стала той самой теткой, но в душе я этого совсем не чувствую. Вы знаете, всем огромное спасибо за поздравления. Қазір блогерлер жұлдыздардан асып кеткен сияқты ғой, иә? Кәдімгідей Инстаграмда өмірлері қайнап, жұмыс жасап жатыр ғой. Кеттік. TikTok күннен күнге желі қолданушылары мен оқырмандарды таңғалдыруда. Инстаграм жұлдыздарынан бөлек эстрада жұлдыздары да TikTok'ты бағындыруда. Мысалы, Баян Алагузова мен үлкен қызы Айсәуле Бақытбек. You look like a good dancer. I can dance. Dance together. Come on. It's fun. Адамға сана бермесе пайдасы жоқ қой, ерсіз. Карантин адамдарды жынды қылған сияқты. Әншілер тағы осылай 2 жыл карантинде отырса, не болады? Шешініп жүре ма? Қайсысы анасы? Екеуі құрдас сияқты ғой. Барлығы әдемі, 2 бақытты әйел ойнап күліп жатыр. Не болды? Осы анан заманауи болса рахат, иә? Мен де үйге барып, мамамен бірге TikTok түсірмесем. Бүгінге осы, арнамызға жазылып, лайк басып, өз ойынды қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.